Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама лайк басып, комментарий қалдырып, бұл достарыңызбен бөлісіп, маған қолдау көрсете отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай тауықпен жасалынатын осындай бір әдемі салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен мен копченый тауық алдым осылай. Барлық еттерін сүйектерін ажыратып аламын. Енді шыққан еттерінің бәрін терісінде алып тастаймын. Бәрін уақтап турап тарелкеме салатын боламын. Менде мынандай 14 диаметрмен кольца кигіздім тарелкеге. Әдемі болып шығу үшін осылай кольца кигіземін. Жаңағы копченый тауығымды салдым. Кондитерлік мешокке майонезімді салып алып, майонез менде қолдан жасалған. Осымен сеткі жүргізіп шықтым. Енді қазір суға піскен 2 жұмыртқамды бұларды да уақтап тураймын. Және тауықтың үстіне салатын боламын. Міне салып шықтым. Қайтадан майонезден сеткі жасап шықтым. Міне салат жапырақтарын саламын енді 3-ші слойға. Бұл жапырақты да осылай уақтап турап аламын. Салып шығып, қайтадан майонезден сеткі жасаймын. Енді помидорды тураймын. Помидор тураған кезде барынша суларын, соктарын алып тастауға тырысамын. Тек қана еттерін ғана салуға тырысамын. Міне осылай уақтап турап, мен қазір 4-ші слойға осы помидорды жіберіп, майонезден сеткі жасаймын. Енді 5-ші слойға менде сыр. Мен қазір қолымда черный крафт деген сыр. Өздеріңіз қолдарыңызда бар, пайдаланатын, жақсы көретін сырларыңызды пайдаланып, осылай 5-ші слой жүргізіп шығасыздар. Қайтадан майонезден сеткі жасаймын. Енді мен қазір сухарик жасау үшін осылай нанды кесіп алдым. Барынша уақтап, 4 бұрыштылап көбіктап тураймын. Енді мына жерде мен шемішкі майыма 1 зубчик чеснокты теркіден өткіздім, және паприка, кориандр, бұрыш саламын. Сіздер өздеріңіз қандай дәмдеуіштерді жақсы көресіздер, соларды салып, жаңағы растительный маслымызға араластырамыз. Енді мен осындай қызып тұрған табама жаңағы араластырған, приправа араластырған майымды осылай ситадан өткізіп аламын. Майдың өзін ғана салып, май қызғаннан кейін жаңа туралған нандарымды салып, жақсылап тұрып қуырып аламын, араластырып отырып, сухари болғанша осылай қуырамын. Өте дәмді болады. Өздеріңіз қалаған кез келген дәмдеуішпен жасауға болады. Міне менің сухариктерім дайын. Қазір осы табаға кішкене мақ қуырып аламын. Бір ас қасықтай мақ салсаңыздар жеткілікті. Менде кішкене көптеу болып кетті. Сәл ғана қуырып аласыздар, жеткілікті. Енді жаңағы салатымыздың бесіне сухариларды саламыз. Сухариларды жалпы дастарханға берер кезде ғана салған жақсы болады. Сол кезде қытырлап жақсы болып тұрады. Енді үстіне мақ сеуіп шығамын. Сонымен менің салатым дайын болды. Сіздер жасап көріңіздер, өте әдемі, дәмді салат болады. Міне жанынан барлық слойлар көрініп, әдемі болып тұр. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда менімен бірге болыңыздар.